Қалампыр ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге қалампыр қасиеттері туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз естімеген ақпарат болатынына сенімдімін. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Сонда жаңа ақпараттарды бірінші болып көре аласыз. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампыр А, бета-каротин, С, аскорбин қышқылы, Е, токоферол, К, филохинон, ПП және В группасының витаминдері В1, В2, В3, В4, В6, В9 тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар кальций, калий, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 май қышқылдары да кездестіруге болады. Қалампыр қандай дерттерге дауа болады? Бірінші, ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минут шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң ақ оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Емді тамақтан 30 минут бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минут ішінде қан қысымы қалыпқа келеді. Тамағыңыз ауырып бастаған кезде, ангина кезінде, бадамша безі қабынған кезде қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жаза алады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып қайнатуға дейін жеткізесіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құямыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтаған жөн. Буын ауруларында да қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағасыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минут тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілерден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Қалампыр құрамындағы эвгенол микробтарға қарсы, яғни ісік ауруларына себепші болатын бос радикалдарды ағзадан шығарушы ерекше антиоксиданттық қасиетке ие. Қалампыр ағзадағы барлық жүйеге оң әсер етеді. Қалампырдың бактерицидтік, зеңге қарсы және вирустармен күресуде, токсиндерді шығаруда, нерв жүйесінің жұмысын жақсартуға көмегі бар. Ол айқын ауырсынуды басатын және түйілуді басатын қасиетке ие. Құрамындағы витамин С иммунитетті көтеріп, қан тамыр қабырғасын нығайтады. Витамин К гемопоэз функциясына қатысады. Бауыр, өт жолы, бүйрек жұмысына қатысады. Сақтауды және қандағы қант диабетімен ауыратындардағы қант деңгейін реттеуге қатысады. Қалампырдың әйел ағзасы үшін пайдасы. Қалампыр ежелден гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылады. Дәмдеуіш етеккір циклын қалпына келтіреді. Климакс симптомдарын басады. Етеккір алды синдромын жеңілдетеді. Жүкті әйелдерге тұтынуға болмайды. Себебі дәмдеуіш жатыр тонусын стимулдайды және түсік болу қаупі бар немесе мерзімінен бұрын босануы мүмкін. Дәмдеуішті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдану қарсы көрсетілген, аллергия тудыруы мүмкін.
ересек балаларға пайдалану олардағы иммуномодуляциялық қасиет көрсетеді және паразиттерге қарсы әсері бар. Қалампырды мына жағдайларда пайдалануға болмайды. Яғни артериялық қан қысымды көтеруі мүмкін. Сол себепті артериялық қан қысымы бар және жүрек тамыр жүйесінің аурулары бар адамдарға қолдануға болмайды. Етеккір циклы кезінде де қолданбаған абзал. Себебі қанды сұйылтатын қасиетінің арқасында қан кетуді күшейтуі мүмкін. Қалампырдың осынша қасиетін білгеннен кейін қалампырды өз рационыңызға қосуды әдетке айналдырыңыз. Деніңіз сау болсын.